Мен Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Бейсебаев Есенғали Елікбайұлы. Мынау күні кеше Сарыағаш ауданы Жібек жолы елді мекенінде мына кәмелет жасқа толмаған қызды өлтіру дерегі бойынша баяндап өтсем, мына күні кеше өздеріңізге мәлім адам өлтіру, кәмелетке жас толмаған қызды өлтіру дерегі орын алды. Қылмыскер құрықталып, қазір уақытша ұстау изоляторіне қамаққа алынды. Күдіктінің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабымен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда осы оқиға орнына Түркістан облысы облыс прокуроры, Түркістан облыс полиция департаментінің бастығы, Түркістан облысының облыс әкімінің орынбасарлары, және де өздеріңіз көріп жатсыздар, қариялар, ауыл билері келді. Қазір енді жағдай бір қалыпты, тұрақты. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Сот медициналық сараптама тағайындалып, өздеріңізге қосымша қылмыстық тергелу нәтижесі өздеріңізге қосымша хабарланады.